Кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Гүлзат. Мен Қазақша сөйлеймін. Сізде қазақша сөйлейміз. Тіл мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, өткені мен болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына балайды. Себебі тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін келбеті, ұлттық болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің кітапхана оқырмандарының арасында өзге ұлт өкілдері де бар. Сол оқырмандарға біз өз ана тіліміз қазақ тілінде қызмет көрсетеміз. Сондай-ақ кітапхана қорындағы қазақ тіліндегі кітаптарды, әдебиеттерді барынша насихаттап, оқуға шақырамыз. Қызғалдақтай атылған қара түрін, ата-ананың дегендей қанатымын, сен екеуің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған ана тілін. Сол емес пе күні түні қарайтының, бақытыңа өмірдің балайтұғын. Інім, өзің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған абай тілін.